Қайғының жалғыз дауасы. 2001 жылы Алматыға ауылдан бір топ абитуриент әкеп оқуға дайындап жаттық. Жатақхананың 5-ші қабатынан бірнеше бөлмені жалға алғанбыз. Күндіз-түні тест жаттап, жарысып жатқан жастар. Бір күні астыңғы қабаттан 40-тар шамасындағы ер кісі келіп, «Жігіттер, байқаймын, діннен хабарларың бар сияқты. Мұнда бір туысымыз қайтып еді, Құран оқып беретін адам бар ма араларыңда?» деп сұрады. Мен келістім де ілесіп төменгі қабатқа түстім. Бөлмеге кірсем, азалы жүректен пайда болған ауыр атмосфера елдің еңсесін езіп тұр екен. Ұсынған орынға жайғастым да, дауыстап Құран оқып, марқұмның әруағына бағыштап дұға жасадым. Сосын барып үнсіз отырған тума туыстары жеті шелпектен үсіп жеп асқа қол созды. Мен оларды танымайтын болғасын, үнсіз астан алып отырдым. Менің ұққаным бұлай болды. Бұл бөлмеде 35-те шамасындағы жігіт ағасы тұрған. Таяуда жол апатына түсіп, қаза тапқан. Себебі 30-дан асқан келіншек сәбиін бауырына алып жылап отыр. Жиналған жұрт көңіл айтып жұбатқан болды. Шыны керек, жұбату сөздері көңілімнен шықпады. Аллаға да жақсы адам керек. Құдайдың жазғаны осы. Ажал айтып келмейді. Тағдырыңа жазғанды көресің деген сыңайдағы жаттанды сөз қаралы келіншекті одан сайын қайғыға батырып жатқандай көрінді. Бейне бір, болды, осыған көнесің. Бұл қайғы мәңгіге созылады. Енді сенде жарқын күндер болмайды, деп айтып жатқандай сезілді. Мен одан әрі шыдамадым. Маңызды бір нәрсе айтқым келетінін білдіріп, даусымды көтердім де, «Мен сіздерге қазаның қайғысын азайтатын бір аңыз айтып берейін», дедім. Бәрі жалт қарады. Осы сәтті пайдаланып, Будданың кезінде болыпты, деп айтылатын ғибратты бір аңызды баяндай жөнелдім. Аңыз былай басталады. Будданың заманында бір әйелдің күйеуін джунглиде жылан шағып өлтіреді. Күйеуінің қазасын естігенде жары есеңгіреп отырып қалады. Ауыр қайғыдан әсер ес жинап, бауырында қалған жалғызын сүйеніш етіп, қалған өмірін сүрмекке бел буады. Арада 3 жыл өтпей, 3 жасар ұлы суға кетіп, одан да айырылады. Қайғыдан қан жұтқан келіншек есі ауып жатып қалады. Сол кезде ауылдың бір қарты келеді де, «Балам, басыңды көтер, әлі де үміт бар. Мына елдің пәлен деген аймағында Будда деген әулие шығыпты. Оның өлген адамды тірілтетін кереметі бар екен, соған барып көр», дейді. Жесір әйел мұны ести сала баласының мәйітін арқалап, Будданың елін іздеп жолға шығады. Көп ұзамай Будданың да үйіне жетеді. Келген бойда зар еңіреп, қайғысы мен қасіретін айта бастайды. «Ең болмаса жалғыз баламды тірілтіп беріңіз. Мен үшін өмірде басқа мәнде, мағынада қалмады», дейді. «Сол ғана ма бар қайғыңыз?» дейді Будда. «Қалай сол ғана ма? Сіз үшін бұл қайғы болып саналмай ма?» «Әрине, бұл зор қайғы. Бірақ баланы қайта тірілту түк қиын емес. Сіз тек мына көрші үйдің бірінен бір уыс бұршақ әкелсеңіз жетіп жатыр. Қалғаны менің ісім», дейді. Мына сөзді естігенде келіншек өз құлағына өзі сенбей, «Бар болғаны сол ма? Бір уыс бұршақпен балам тіріле ме?» дейді. «Иә, тіріледі. Тез барып әкеліңіз», дейді Будда. Келіншек сүрініп қабынып шығып бара жатқанда, Будда оның соңынан, «Айтпақшы, ұмытып кетіппін. Бір шарты және бар. Бұршақты ешқашан үйінен қаза шықпаған үйден алыңыз, әйтпесе дертке аспайды», деп дауыстайды. Бақыттан басы айналып, алып ұшып тұрған әйел оған жете мән берместен «иә» дейді де жүгіріп кете барады. Заулап отырып, бірінші кездескен үйдің есігін шала шарпы қаққан күйі кіріп келіп, «Құдай үшін маған бір уыс бұршақ нанын беріңіздерші, өте қажет болып тұр», дейді алқынып. Үй иесі, «Жарайды, алыңыз», дейді де бір уыс бұршақты салып береді. «Рахмет», дейді де әйел Буддаға асығады. Есіктен 6-7 қадам ұзай бергенде ұстаздың ескертуі есіне түсіп, кері қайтады. Есіктен басын соғып, «Кешіріңіздер, сіздің отбасыңызда ешкім дүние салған жоқ па еді?» деп сұрайды. Үй иесі таңырқай қарап,
Дүние салмағаны қалай? Осыдан 6 ай бұрын 60-тан асқан қартымызды жер қойнына тапсырып, есімізді енді жинап жатырмыз, дейді. Онда кешіріңіз, бұршағыңыз жарамайды, маған қаза шықпаған үй керек, дейді де, алған бұршағын қалдырып шығып кетеді. Шыққан бойда екінші көршіге кіріп, өтінішін қайталайды. Бұршақ бұл жерден де оңай табылды. Алып жатып, кешіріңіздер, сіздің үйде ешкім дүние салмаған беді, дейді. Отағасы, былтыр ғана мына үлкен баланың әйелі толғақ үстінде жан тапсырды. Бұл бала содан бері бойдақ, деді. Келіншек бұл үйден де құр қол шығады. Үшінші үйге кіргенде бұршақты алмай тұрып сауалын қояды. Көңілсізде отанасы. 2 ай бұрын бой жетіп қалған қызымыз құдыққа құлап ажал құшты. Содан бері өзіме өзім енді келіп жатырмын қарағым, дейді қамыққан дауыспен. Келіншек еріксіз кері шегінді. Осылайша қай шаңыраққа кірсе де олардың әйтеуір бір туысы қайтқан болып шығады. Кейбірінің басындағы қасірет адам айтсан анғысыз ауыр екен. Бір апаттың кезінде бірнеше баласынан қатар айырылып аңырап қалған аналар да кездесті. Сел жүргенде үрім бұтағымен суға кеткен жандардың туысымен де тілдесті. Өзінің жайын олармен салыстырып, тәуба қылып, іштей шүкіршілік ете бастады. Ауылға дендеп кірген сайын сана сезімі ояна берді. Өлімнің де өмірдің ажырамас бір серігі екенін ақырындап ұққандай болды. Қайғымен қаса бір өзінің басында ғана емес екен. Барлық отбасы өзі сияқты ажалмен күніге бетпе-бет келіп, өмір мен өлімнің арасында тіршілігін сүріп жатыр. Ауылдың шет жағында әлі де бірнеше үй бар еді. Енді ол жаққа барудың пайдасыз екенін ұққан келіншек кері бұрылды. Өмірдің түпкі сырына ұмтылып, бақыттың кілтін тапсам деген рухани сұраныс кеудесінде қайнай бастады. Осыған дейін жүрегін жеп қоя жаздаған қасіреттің уы да тарағандай болды. Будданың үйіне тақағанда ұстаз алдынан шығып салмақты түрімен «Бұршақ таптың ба?» деді. «Құрметті ұстаз, мені шәкірт етіп алыңызшы, сізден рухани дәріс алғым келеді», деп ұстазға тағзым етті. Осылайша Будданың алдында тәлім алып, талай адамға қызмет етті. Өмірден ауыр соққы алған талай жанның қайғы мен мұңын бөлісіп, өзі де бақытты ғұмыр кешіпті. Аңызды баяндап біткен соң қаралай елдің жүзіне назар салдым. Оның екі көзінде кетпей тұрған әлгіндегі мағынасыз мәңгірген көзқарас лезде ғайып болыпты. Өмірдің келесі күндерінен тек жақсылық пен қуаныш күткендей дүр сілкініп, қайтадан қайратты қалпына еніпті. Бөлмедегі ауыр атмосферада жойылып, сергек аура пайда болды. Сол-ақ екен, рухани әңгіменің тиегі ағытылды да кетті. Бағанадан бері жаттанды сөздер айтып, жасанды кейіпте отырған тума-туысы да түрлі өмірде болған бақытты оқиғаларды кезек-кезегімен еске түсіріп, әңгімені қыздырды. Ол жерде ұзақ бөгелуіме тура келді. Қызды мен оларға тура осындай оқиғаға ұқсас Лев Толстойдың «Чем люди живы» деген аңыз әңгімесінде айтып бердім. Одан кейін оларды кездестірген жоқпын. Бәлкім, кім біледі? Сол жесір келіншектің де бағы ашылып, бақытын қайтадан тапқан шығар.